Баршаңызға сәлем. Бүгін бар жоғы 5-10 минутта жасалатын өте дәмді және әдемі көрінетін, қонақтарыңыз міндетті түрде рецепт сұрайтын салатты жасаймыз. Ендеше бастайық. Ең алдымен суда піскен осындай тауықтың төс етін жіңішке көбіктеп турап аламыз. Тауықтың төс етін суда қайнатқан кезде жарты шай қасықтай тұз қосып жіберіңіздер. Сол кезде дәмі әдемі болып шығады. Енді ыдысымызға салып аламыз. Үстіне майонезді осылай біртекті етіп сеуіп шығамыз. Енді осындай консервідегі ананасты осындай көбіктеп турап аламыз, немесе осындай туралған дайын күйінде алып, жаңағы майонездің үстіне қойып шығамыз. Ананастан кейінде майонез себуді ұмытпаңыздар. Келесі осындай суда піскен жұмыртқамызды дәл солай майда етіп көбіктеп турап алатын боламыз. Дайын жұмыртқамызды да тура солай үсті-үстіне осылай қойып шығамыз. Енді жұмыртқамыздың үстіне де жұқа етіп осылай майонезімізді сеуіп шығамыз. Келесі осындай консервідегі тәтті жүгерімізді осылай қойып шығамыз. Енді оның үстіне де бір қайтара осылай майонезімізді сеуіп аламыз. Енді барлығын болғаннан кейін үккіштің майда бөлігінен осылай сырымызды өткізіп аламыз. Салатымыздың бетін барлығы жабылатындай етіп, бетіне осылай сеуіп шығамыз сырды. Қалауыңызша осылай майонезбен әдемілеп сәндеп қойсаңыз болады. Сәндік үшін бетіне осындай анар жемісінің дәндерін қойып шықсаңыздар болады. Мінекей осымен біздің салатымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай бәрі өте оңай. Сізде міндетті түрде жасап көріп, пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Аягөз. Каналыма тіркеліп, бірге дәмді тағамдар жасайық. Келесі рецептте кездескенше.